Сәлеметсіздер ме? Осымен міне көлік және жол белгілері бөліміндегі метрополитен тақырыбына да келіп жеттік. Бұдан әрі де біздің видеоларымызды көріп тұру үшін лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші тапсырма мәтінді оқыңдар дейді. Мәтінде метро туралы жазылған. Адам саны көп, үлкен қалалардың тұрғындары үшін ең қолайлы қоғамдық көліктің түрі бұл метро. Метрополитен деген сөз француз тілінен алынған екен. Білдіретін мағынасы қоғамдық көліктің рельсті түрі. Қазір осы сөз дәл сол қалпында көптеген елдерде ешқандай өзгеріссіз қолданылады дейді. Ал әдетте метро тұрғындар саны миллионнан асатын үлкен қалаларда салынатын көрінеді. Ең алғашқы метроның ұзындығы 3,6 шақырымды құрайды екен. Және ол 1863 жылы 10 қаңтарда Лондонда іске қосылыпты. Қазір бұл метро ең қарт метро саналады дейді. Ал ең жас метро ол біздің елімізде Алматы қаласында 2011 жылы желтоқсанда іске қосылған метро болып саналады. Әлемдегі барлық метро бекеттерінің аялдамалары бір-біріне ұқсас болып келеді екен. Алайда осы біздің еліміздегі Алматы қаласында орналасқан метродағы бекеттер бір-бірінен өзгеше. Сонысымен де ол ерекше дейді. Бұл Алматы метросы құрылысы 23 жылға созылған екен. Ұзындығы 11,13 шақырым, 9 бекеттен тұрады және 40 метрлік тереңдікте салынған. Бұл метрополитеннің күту алаңдары кең, жарық және таза. Осы метрополитенмен жүріп өтетін пойыздардың орташа жылдамдығы сағатына 40 шақырымды құрайды. Жолаушылары бір бекеттен екінші бекетке 2-3 минуттың ішінде жеткізіледі екен. Осы метроға келетін адамдарға арнап 24 эскалатор, 9 желдеткіш және көтергіштер мен лифт қызметі ұсынылған. Ал әлемдегі ең ұзын метрополитен Қытай елінің астанасы Пекин қаласында орналасыпты. Бұл метро 1969 жылы ашылып, 2012 жылы жаңа бекеттермен толықтырылыпты. Сөйтіп, метроның ұзындығы 442 шақырымға жеткен дейді. Пекин метросы 16 бағытқа қатынайды екен және 265 бекеттен тұрады екен. Қандай көп бекет, е? Бұл метроны күніне 10 миллионға жуық жолаушы пайдаланады екен. Қазіргі уақытта әлемде ірі қалаларда жол көлік қозғалысында ең қауіпсіз, ең жайлы және уақыт үнемдеу жағынан осы метромен бәсекеге түсетін ешбір көлік жоқ деп жазылған. Мәтін Массагет сайтынан алынды. Енді осы мәтінге байланысты бірінші тапсырманың астында сөйлемдердің басы берілген, соны бізге жалғастыру керек. Мен осылай жалғастырып қойдым, сіздер өздеріңіздің нұсқаларыңызды қойсаңыздар болады. Бірінші метрополитен кірме сөз, ол француз тілінде қоғамдық көліктің рельсті түрі деген мағынаны білдіреді. 19 ғасырдың екінші жартысында әлемдегі 3,6 шақырымды құрайтын ең алғашқы метро Лондонда іске қосылды. 21 ғасырдың басында Қазақстанда әлемдегі ең жас метрополитен іске қосылды. Алматы метросының ерекшеліктері: бекеттері бір-бірінен ерекше, күту алаңдары кең, жарық, таза, 9 бекеттен тұрады. Ерекшеліктері өте көп жазылған мәтінде толықтырып алуға болады. Пекин метросы әлемдегі ең ұзын метрополитен болып саналады. Метроны пайдаланудың артықшылығы қауіпсіз, жайлы, уақытты жақсы үнемдейді. Мына сөйлемдердің соңына 2 нүкте қойылып кетті, оның біреуін алып тастау керек. Мәтіннен сөз таптарының әрқайсысына 500-ден тауып кестені толтырыңдар дейді бірінші тапсырманың әсінде. Зат есімдерге метро, бекет, жолаушы, қала, шақырым деген сөздерді жазып қойдым, бірақ мәтінде зат есімдері өте көп. Тауып толықтырып жаза беруге болады. Сын есім үлкен, қолайлы, алғашқы, жалғыз, кең. Сан есім 3,6, 2011, 10, 23, 9, 40. Есімдікке
Бұл деген бір ғана есімдік таптым, және ол бірнеше жерде кездеседі. Басқа есімдік таппадым. Сіздер мұқият қарап көріңіздер. Келесі, етістік қолданылады, салынады, іске қосылды, ерекшеленеді, жеткізеді. Екінші тапсырма, берілген сөздердің ішінен туынды зат есімдерді теріп жазыңдар дейді. Бұған жүргінші, тұтынушы, ұзындық, саяхат, жолаушы, қауіпсіздік, жылдамдық және аялдама деген сөздерді жатқызуға болады. Өткен тақырыпта біз зат есімдер туралы айтуды бастап едік. Осы тақырыпта да сол тақырыпты жалғастырамыз зат есімдерді. Енді зат есімдердің жалпы есім және жалқы есім деген екі түрін өтетін боламыз. Зат есімдердің бұл түрлері сіздерге бұрыннан таныс болу керек. Жалқы есімдерге ол белгілі бір затты арнайы даралай айтатын зат есімдер дейді. Бұған яғни адамдардың, жан-жануарлардың, қалалардың, белгілі бір мекемелердің, елді мекендердің аттары жатады. Жан-жануарлардың дегенде де Алпамыстың байшұбары деген сияқты олардың кәдімгі қастарында болған сенімді серіктері бар ғой, батырлардың аттары болды ғой, жылқыларының аттары. Міне сол аттар жатады жалқы есімге. Асқар, міне адам аты, Теміртау қаланың аты, немесе Алатау таудың аты, Тянь-Шань, сол сияқты, немесе Алматы ақшамы газеті дегенде де. Бұл жалқы есімдердің бір ерекшелігі, олардың барлығы бас әріппен жазылады. Сөйлемнің қай жерінде келсе де. Келесі жалпы есімдер. Жалпы есімдерге осы жалқы есімге жатпайтын қалған барлық сөздер жатады. Олар тілдегі әр алуан деректі және дерексіз заттар мен ұғымдардың атауын білдіретін зат есімдер. Мысалы, ағаш, ат, ас, арба, кеңсе, тағы басқа көптеген сөздерді мысал келтіріп жаза беруге болады. Жалпы есімдер тек қана сөйлемнің басында келсе ғана бас әріппен жазылады, қалған уақыттың барлығында олар кішкентай әріппен жазылады. Зат есімнің келесі түрі деректі зат есімдер және дерексіз зат есімдер. Деректі зат есімдерге көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын зат есімдер жатқызуға болады. Мысалы, мысық десек, біз оны көре аламыз. Қолымызбен ұстай аламыз. Ағаш дегенде де көруге болады. Доп дегенде де көруге де, қолмен ұстауға да болады. Ал дерексіз зат есімдер, олар көзге көрінбейді, қолмен ұстауға келмейді. Бірақ ол біз ойлаған кезде біз оны тани аламыз ол заттарды. Ол белгілі бір ұғымдардың, құбылыстардың аттаулары. Мысалы, достық, арман, тілек. Мысалы, мен сізге достық әкеп берші десем, сіз маған достықты әкеп бере алмайсыз ғой. Ал доп әкеп берші десем, әкеп бере аласыз. Сондықтан деректі зат есімдерді қолмен ұстауға болады, ал дерексіз зат есімдерді біз білеміз, қандай жағдайда қолдану керек екенін, бірақ біз оларды қолмен ұстай алмаймыз. Бірақ ол нәрселер дерексіз ұғымдардың атаулары бұл өмірде бар, арман, тілек деген сияқты. Үшінші тапсырмада жаңа мәтінде берілген жалқы есімдерді теріп жазыңдар дейді. Олардың жалпы атауын көрсетіңдер дейді. Бұл жерде Лондон, Алматы, Пекин, Қытай деген сөздер берілген. Біз бұларға Лондон және Алматы және Пекин деген үш сөзге жалпы атау ретінде қалалардың аттары деп берсек болады, Қытайға ел аты деп берсек болады, немесе жалпыламай барлығын бірге алып, жер су атаулары деген жалпы атау беруге болады. Төртінші тапсырмада 36-шы аудионы тыңдаңдар дейді. А тапсырмасында сөйлемдерді мәтін мазмұнына сай толықтырыңдар дейді. Бұл жерде аспалы көпір туралы айтылған. Бұл аудионың мәтінінде. Мына сөйлемдерді толықтыратын болсақ, аспалы көпірдің негізгі жолы ілгектер арқылы діңгектерге бекітіледі. Семейдегі аспалы көпір көлемі жағынан әлем бойынша 17-ші орында. Көпірдің биіктігі 90 метр, ені 35 метр, ұзындығы 1086 метр. Көпір пайдалануға 2000 жылы 17 қарашада берілді дейді. Аспалы көпір деп тұрғаны жерден жоғары жерге салынған көлік қатынасына қажетті көпірлер ғой. Осындай көпір біздің Қазақстанда Семей жерінде бар екен. Оны жапондар салыпты. Ол көпір өз бетінше тұрған кезде шәй ғана тербеліп тұрады екен, көзге білінбейтіндей ғана, менің есімде қалғаны. Ол ТМД-дағы жалғыз көпір екен, және әлем бойынша көлемі жағынан 17-ші орында алады екен.
Төртінші тапсырманың әсінде берілген сөздерді 4 топқа бөліп кестені толтырыңдар дейді. Жалпы есімдер, жалпы есімдер, деректі зат есімдер мен дерексіз зат есімдерді ажыратуға тапсырма берілген екен. Жалпы есімдерге Семей, Ертіс, Кариб және ТМД деген сөздер жатады. Мына сөздердің арасында, себебі олар бас әріппен жазылған және белгілі бір елдің, жердің атын білдіреді. Ал жалпы есімдерге осы жерде берілген қалған сөздердің барлығын жазып алсаңыздар болады. Арқан, Шынжыр, Қала, Жоспар, себебі олардың барлығы кішкентай әріппен жазылады және белгілі бір адамдарға, жер, суға, өзен, көлге, тауға, тағы бір газет, журналарға қатысты атау емес. Деректі зат есімдерге Семей, Ертіс, Кариб, ТМД, Арқан, Шынжыр, Қала, көл, жүк, тағы басқа осы жердегі қалған қолмен ұстап, көзбен көруге болатын зат атауларын жазып алыңыздар. Дерексіз зат есімдерге жоспар, тапсырыс, уақыт, қызмет, яғни көзбен ұстап, көзбен көруге, қолмен ұстап, көзбен көруге келмейтін зат атауларына жерде қате кетіп қалыпты. Кешіріңіздер. Ары қарай 5-ші тапсырмада берілген сөздерді 2 бағанға, жалпы және жалқы деген 2 топқа жіктеп жазыңдар дейді. Жалпы есімдерге балалар, ағаш, ауылдар, аудан, оңтүстік облыс, көл, қыздар деген сөздер жатса, жалпы есімдерге Әлия, Жайық, Лондон, Достық даңғылы, Қаратау және Темірқазық деген сөздер жатады. 6-шы тапсырмада топтық тапсырма беріліпті. Қазақстанның бір қаласын таңдап, оның аудандары, көшелері, зауыт, фабрикалар, мәдени орындары, тағы басқа туралы ақпарат жинаңдар. Сол ақпараттар негізінде шағын мәтін құрастырып жазыңдар дейді. Мен Алматы қаласы туралы Википедияда берілген мәліметтерді сіздерге беріп қойдым мына жерге. Google-ға кіріп, кез келген қаланың атын жазсаңыздар, көптеген ақпараттар тауып алуға болады Қазақстанның кез келген қаласы туралы. Енді мен бұны жай ғана беріп қойдым, сіздер осыған қарап өздеріңіз осы жерден мәлімет ала отырып, мәтін жазып алсаңыздар болады. Алматы 1921 жылға дейін Верный деп аталған, орта ғасырларда Алмату, Алмалы деп аталған. Ол Қазақстандағы ең үлкен қала. Тянь-Шань тауларының солтүстігінде, Іле алатауының баурайында, Қазақстан Республикасының оңтүстік шығысында орналасқан. Алматыда 2019 жылғы деректер бойынша 1.897.143 адам тұрады екен. Алматы қаласы 8 ауданнан тұрады. Алатау ауданы, Алмалы ауданы, Әуезов, Бостандық, Медеу, Наурызбай, Түрксіб және Жетісу аудандары. 2021 жылғы мәлімет бойынша қала аумағында 1749 өнеркәсіптік кәсіпорын тіркелген. Алматы республикадағы ең сәулетті қалалардың бірі. Қала архитектурасында ұлттық ерекшеліктің элементтері, қала аумағының табиғат сұлулығы және құрылыс саласындағы ғылым мен техниканың жетістіктері жүйелі түрде жоғары талғампаздықпен үндестік тапқан. Алматыда әр ғимарат өзіндік ерекшеліктерімен, ұтымды инженерлік архитектуралық шешіммен көзге түседі. Қаладағы республикалық алаң кешені, президент резиденциясы, Даңқ монументі, республика сарайы, Қазақстанның ғылым академиясының және ұлттық кітапхана ғимараттары, Қазақ драма театры, Қазақстан, Отырар, Рахат Палас, Анкара, Достық қонақ үйлері, студенттер сарайы, спорт сарайы, Медеу спорт кешені, республикалық орталық мұражай, тағы басқа көптеген мәдени, ғылыми және қала тұрғындарына арналып салынған ғимараттар бой көтерді. Алматы ірі ғылым, мәдениет және білім орталығы. Бұл қалада өте көп университеттер өте көп деген сияқты әртүрлі мәліметтерді жазып, керемет қызықты мәтін жазуға болады. 7-ші тапсырмада төмендегі қанатты сөзден дерексіз зат есімдерді тауып жазыңдар дейді. Мұнда дерексіз зат есімдер өте көп берілген екен. Қанатты сөз Шәкәрім Құдайбердіұлынікі. Адам әрекетін ақыл, сана, сезім, жүрек билейді. Сондықтан адам бойынан алдымен мейірім, рақым, әділет, шапағат, ар-ұят табылуы керек дейді. Мұнда дерексіз зат есімдерге ақыл, сана, сезім, мейірім, рақым, әділет, шапағат, ар-ұят деген сөздер жатады. Ал осымен сабақ аяқталды.
келесі видеоларды жібермеу үшін каналға тіркелуді, лайк басуды, қоңыраушай белгісін басуды ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.